Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет роза мантының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Олай болса қамырымызды бастайық. Бисмиллахиррахманиррахим деп бір кесе суымызды алдық. Оған бір жұмыртқамызды салып, оған бір қасық тұзымызды салып, жақсылап ерігенше осылай араластыратын боламыз. Енді осыған ұн салып, қамыр илейтін боламын. Осылай ұнымызды аздан салып, қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Осындай қазақша контенттердің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай қамырымызды илеп болдым. Енді ішіндегі салмасын дайындалғанша бетін жауып қойып қоямын. Өздеріңіз көріп тұрғандай 500 грамм парыш, бір сәбізімізді циркуден өткізіп, осылай дайындадым. Енді пиязымызды 4 бұрыштап, көбіктеп турап шықтым, майдалап. Енді өз қалауларыңыз бойынша циркуден өткізсеңіздер де, блендерден өткізсеңіздер де болады. Мен су шығып кетеді деп қолмен турап шықтым. Тұзымызды салып, үстіне өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бір қасық бұрышымызды қосып, енді осыны жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап осылай паршымызды жақсылап дайындап алдым. Жақсылап араластырып, енді қамыр жаятын боламыз. Қамырымызды осылай екіге бөліп алып, осылай қамыр жаятын боламыз. Көріп тұрғандай жіңішке қылып осылай кесіп аламыз. Ішіне паршымыз салып, осылай орайтын боламыз. Нығыз орамаңыздар, осылай бос орасаңыздар, арасы піспей қалуы мүмкін. Осылай екіншісінде осылай көрсететін боламын. Дәл осылай орап шығасыздар, жіңішке қылып кесіп, нығыз орамаңыздар, арасы піспей қалуы мүмкін. Осылай оралған оразаларымызды осылай мантабаркаға салып шығамыз. Арасын алыс-алыс қылыңыздар, өйткені арасы ашылғанда бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне керемет роза мантымыз дайын болды. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Қош сау болыңыздар.